Кайырлуу күн кадырмендүү окурмандар жана әлеуметтик желі колдануучулары. Еңбек шабылдык китапкана жана мәдениет кызметкерлеринин уюмдаштыруу менен казактын кара өлеңин кие туткан, жүрөгүнүн түбүнөн кайнап чыккан асыл жырлары менен калың журтчулуктун махабатына бөлөнгөн Жамбыл Жабаевга 175 жыл толууна орай 100 жасаган байтерек аттуу китап көрмеси уюмдаштырылып, Жыр Жамбозу Жамбыл такырыбындагы адебий кечти назарларыңызга сунамыз. Жамбыл Жабаев казак халык поэзиясынын әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Ол 1846 жылы Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегінде дүниеге келген. Жасында білім алуға мүмкіндігі болмаса да, зерек бала көзінен көріп, көңіліне түйгендерді өлең етіп айта бастайды. Осылайша ол қазақ даласында белгілі болады. Оның қазақ-қырғыз ақындарымен айтысы қазақтың халық ауыз әдебиетінің алтын қорына енді. Қазақ поэзиясының алып атанған Жамбыл есімі дүние жүзі халықтарына кеңінен мәлім. Жамбыл өмірімен де, шығармашылығымен де екі ғасырдың молынан тұтастырып жатқан ұлы жырау. Ерлікті, елдікті дәріптеген, халықтың жоғын жоқтап, әлсіздерді күштілердің зорлығынан арашалаған, әділдікті, бостандықты жыр еткен көркем де қуатты поэзиясымен Жамбыл сынды тұлғаларымыз өз ғасырында қазақ әдебиетінде көрнекті орын алады. 100 жасаған ұлы жыршы 20 ғасырдың гомері деген атпен халық жүрегінде мәңгі қалды. Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына орай отанды сүй өлеңін қабыл алыңыздар. Балқытып бақ түйіп елге жерге, жасарған мен Жамбылмын елмен бірге. Келді дос сүйсіндіріп көңілім қош, махаббат қою достық қалың елге. Сүйкімдін әсем әнім терең күйім, еңезе мыстып жүрек көңіл миым, отанға ел жүрегі Сталинге тартатын дем біткенше менің сыйым. Жасарған Жамбылда бар жалғыз тірек, құлпырған шаттық шалқып өмір өдеп, тірегім большевиктер елге ұйытқы, өмірге өріс берген жалғыз жүрек, өмірге өріс берген жалғыз жүрек, сол жүрек ел достығы берік бірлік, бірліксіз болмақ еді қандай тірлік, әлемдік адал адам бақыт үшін жығылмас ырысты тұл сол өмірлік.